Осы сабақта біз present simple-ға байланысты мысалдарды қарастыратын боламыз. Present simple ағылшын тіліндегі ең қарапайым етістік түрі, яғни simple етістігінің осы шақтағы түрі. Сонымен мысалдарды бастайық. Мысалы, the sun sets дейік. Күн батады. Қайда? In the west. Күн батыста батады. Келесі мысал жасайық. The earth дейік. Жер планетасы. Revolves деген мысалды алайық. Айналады. Around the sun. Жер планетасы күнді айналады. Күннің айналасында айналады деген сөйлем. Келесі мысалдар жасайық. Мысалы, суға байланысты мысал жасайық. Water freezes деген етістікті алайық. Және water boils дейік. Су қатады, яғни мұз болып қатады, және су қайнайды деген екі етістік. Мысалы, су қандай градуста қатады? At 0 degrees. Су 0 градуста қатса, 100 градуста қайнайды. At 100 degrees. Water boils деп мысалды жасаймыз. Басқа да мысалдар жасайық. Келесі, мысалы, қар жауады және жаңбыр жауады деген сөйлем жасайық. It snows және it rains деген сөйлем болады. Қар жауады және жаңбыр жауады. Мысалы, it rains a lot in Germany. Германияда жаңбыр көптеп жауады. Ал Сахарада, мысалы, in the Sahara desert, Сахара шөлінде, ешқашан қар жаумайды деген сөйлем жасайық. Ешқашан деген сөздің аудармасы never болады. It never snows in the Sahara desert. Ешқашан Сахарада қар жаумайды деген сөйлем жасаймыз. Келесі, мысалы, Қазақстан туралы жазсақ болады. Мысалы, Қазақстан celebrates Наурыз in spring. Қазақстан Наурызды көктемде тойлайды. Celebrate деген тойлау деген етістік. Тағы да мысалы, Қазақстан has beautiful nature. Қазақстанның әдемі табиғаты бар деген сөйлем жасасақ болады. Немесе Kazakh people play домбыра and қобыз. Қазақтар домбырада және қобызда ойнайды деп жалпы елдер туралы, табиғат туралы осындай жалпылама сөйлемдерде біз present simple-ды қолданамыз. Егер мұнда сөйлемдерден байқасақ, мысалы мұнда sets, revolves, freezes, boils, snows, rains, celebrates, has деген барлық етістіктер соңында s жалғау жалғанып келді де, ал мұнда s жалғау жалғанбады. Неге? Өйткені Kazakh people деген олар, яғни көпше түрде пайдаланылып жатыр. Көпше түрде біз білеміз present simple-да we, they, you деген есімдіктер кезінде жалпы етістікке ешқандай жалғау жалғанбайды. Жалғау тек үшінші жақта ол деген есімдік кезінде ғана жалғанады. Яғни үшінші жақтағы сөйлемдерде ғана біз s жалғауын жалғаймыз. Ал көпше түрде s жалғауын жалғамаймыз. Басқа да мысалдар жасайық. Мысалы, cats like milk дейік. Мысықтар сүтті жақсы көреді. Яғни жалпы табиғат туралы осындай сөйлемдерді, қоршаған орта туралы осындай сөйлемдер жасасақ болады. Мысалы, penguins, пингвиндер өмір сүреді. Live in the Antarctica. Пингвиндер Антарктикада өмір сүреді деген мысал жасасақ болады. Басқа да мысал, trees lose their leaves in the fall. Ағаштар өзінің жапырақтарын күзде жоғалтады. Яғни жапырақтар жерге түседі деген сөйлем. Тағы да flowers don't grow in winter. Гүлдер қыста өспейді деген сөйлем жасасақ болады. Мұндағы барлық мына cats, penguins, trees, flowers деген зат есімдер көпше түрде болғандықтан біз мына қасындағы етістіктерге s жалғауын жалғамаймыз. Present simple-ды тек қоршаған ортаға байланысты сөйлемдерде емес, жалпы адамдар туралы сөйлемдер айтқан кезде де қолдансақ болады. Мысалы, my friend, менің досым lives in Атырау. Менің досым Атырауда тұрады деген сөйлем жасасақ болады. Мысалы, I don't like horror films. Мен трейлер фильмдерді, яғни қорқынышты фильмдерді ұнатпаймын. Басқа да сөйлемдер жасайық. She plays basketball. Ол баскетбол ойнайды.
But she doesn't play tennis дейік. But she doesn't play tennis деген сөйлем жасасақ болады. Мұнда апострофты ұмытпайық. Келесі мысал жасайық. My sister speaks. Менің тәтем сөйлейді, мысалы, 4 languages. 4 тілде сөйлейді. Тағы да мысалдар. He eats rice for breakfast. Ол таңғы асқа күріш жейді. Деген жалпы адамдар туралы фактілерде де осы present simple'ды қолдануға болады. Басқа да мысалдарды жасап көрейік. Мысалы, we don't eat chicken. Біз тауық етін жемейміз. We only eat fish дейік. Біз тек қана балық жейміз. Яғни тек деген сөздің аудармасы only болады. We don't eat chicken, we only eat fish деген сөйлем жасасақ болады. Басқа да мысалдар. They watch Kazakhstan channel. Қазақстан телеарнасын ғана көреміз. Олар көреді деген сөйлем. Келесі. We drink tea at breakfast. Таңғы ас кезде шай ішеміз. Мысалы, my brother, менің ағам не інім understands English. Ағылшынша түсінеді. Мысалы, мына мысал жасайық. This mixer makes dough. Мына миксер қамыр илейді. Сонымен present simple'ды біз қоршаған ортаға байланысты сөйлемдерде қолданық, жалпы адамдар туралы айтқан кезде де қолдануға болады. Және present simple'ды күнделікті істейтін істерімізді айтқан кезде қолдануға болады. Яғни әдеттер туралы айтқан кезде present simple'ды қолдануға болады. Мысалдар жасап көрейік. Мысалы, I go to school. Мен мектепке күнде барамын. I go to school every day. Немесе we go to the library. Біздер кітапханаға every week, яғни әр апта сайын, әр апта барамыз. Әр күні, әр апта сияқты күнделікті қайталанатын істерде осы present simple'ды қолданамыз. Мысалы, біз ойнаймыз дейік, сыртта ойнаймыз. We play outside after school, мектептен кейін every day. Күнде мектептен кейін біз сыртта далада балалармен ойнаймыз деген сөйлем. Сөйлем, мысалы, тек қана күнде емес, дүйсенбі сайын дейік. Every Monday we eat spaghetti. Біз спагеттиді әр дүйсенбі сайын кешкі асқа жейміз. For dinner десек болады. Немесе he plays football on Saturdays. Ол футболды сенбі күндері ойнайды. Тек қана күнде айтылатын істерде емес, сонымен қатар жалпы мына always, usually сияқты сөздермен де present simple қолданылады. Мысалы, she always forgets her purse дейік. Ол үнемі, always деген үнемі деп аударылады. Өзінің әмиянын ұмытып жүреді деген сөйлем жасасақ болады. Мысалы, you go sometimes to the cinema. Сен sometimes деген анда-санда деген деп аударылады. You go sometimes to the cinema. Сен кинотеатрға көп бармайсың, яғни барсаң да анда-санда барасың деген сөйлем. Usually мен мысал жасап көрейік. She usually wakes up at 7 o'clock in the morning десек болады. Ол әдетте таңғы сағат 7-де оянады деген сөйлем. He never forgets to do his homework деп сөйлем жасасақ болады. Never деген ешқашан деген сөйлем, мысалы, мұнда қоссақ болады. Көбінде осы present simple мен пайдаланады. Ол ешқашан өзінің үй жұмысын жасауды ұмытпайды деп осындай сөйлемдер жасаймыз. Яғни күнделікті қайталанатын істерде өзіміздің әдеттерімізді айтқан кезде осы present simple'ды пайдаланамыз. Present simple'ды мына бағытты айту үшін, инструкциялар беру үшін де қолдануға болады. Мысалы, мынандай сөйлем жасайық. You walk 200 meters, 200 метрде жүресіз, сосын then you turn left, солға бұрыласыз. Немесе you take the bus number
сіз 6-шы мысалы автобуста the bus number 6 to the library, кітапханаға бару үшін 6-шы номердегі автобусқа отырасыз деген сияқты бағыт бағдарды айту үшін де осы present simple'ды пайдаланамыз. Present simple'ды алдын ала қойылған кесте жоспарлар бойынша сөйлемдерді айту үшін де қолданамыз. Мысалы, your holidays start on the 21st of March десек болады. Сенің демалыс күндерің 21 наурызда басталады. Немесе мынандай сөйлем жасасақ болады. The train leaves at 6 p.m. tonight. Бүгін кешке сағат 6-да пойыз жөнелтіледі. Немесе the bus arrives at 6 a.m. in the morning. Автобус сағат таңғы 6-да келеді. Тағы да мысал жасайық. Мысалы, the school term starts next week. Мектеп тоқсаны, яғни мектеп семестрі келесі аптада басталады. Мына сөйлемдердің барлығы келешаққа байланысты болса да, бұлар алдын ала қойылған кесте бойынша болғандықтан, біз present simple'ды осындай сөйлемдерді де пайдалана береміз. Сонымен біз осы сабақта present simple'ға байланысты көптеген мысалдарды қарастырып шықтық және present simple қай кездері көбінде пайдаланатынын үйрендік.